Баршаңызға сәлем достар, сіздер менен Айдана. Бүгін мен сіздерге өзгеше болып дастарханның көркін ашатын корн-дог рецептін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Егер видео ұнаса, лайк, комментария қалдырыңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Бізге керек болады сосиска, осындай ағаш таяқшалар, ұн, сүт, қант, тұз, бір жұмыртқа керек болады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға жұмыртқаны, үстінен тұз және қантты салып, жақсылап венчикте араластырып аламыз. Үстіне сүтті құйып аламыз, оны да жақсылап араластырып аламыз. Соң үстіне електен өткеріп, ұн саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Бізде сұйық қамыр шығуы керек. Мінекей осындай сұйық қамыр шығады, қатты қою болып кетпеуі керек. Ал енді сосисканы екіге бөліп аламын. Бұл міндетті емес, менде табам кішкене болғаны үшін осылай бөліп алдым. Енді осындай ағаш таяқшаларға осылай қосып шығамыз. Мінекей осылай барлығын дайындап алдым. Енді табаға майды жақсылап қатты қыздырып аламыз. Мен осылай батыру оңай болу үшін стаканға осылай қамырымды құйып алдым. Сіздерде жасасаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей сосискаларымызды осылай қамырымызға батырып аламыз. Соң осындай қылып майда жақсылап пісіріп аламыз. Осылай қызарғанша тұруы керек. Мен барлығын осылай пісіріп алдым. Достар, міне бізде корн-дог дайын болды. Мен әсемдеу үшін қасына күрішті суға пісіріп алдым. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видео сіздерге ұнайды деген үміттемін. Мені қолдап, лайк, комментария қалдырыңыздар. Әлі алда сіздер менен ең жақсы рецептермен бөлісемін.